Амастырма балар, қалдарың қалай? Балар, мынандай бір есеп қарастырайық. Екі жақ қарай атылған серпелік пистолеттен горизонталь бағытта бір снаряд 2 метр секунд жылдамдықпен ұшырып шықты. Егер олар екі снаряд 0,2 секундта жерге 1 метр ара қашықтықпен келіп түсетін болса, онда екінші снаряд қандай V2 жылдамдықпен атылған пистолет стволының ұзындығы 10 сантиметр дейді. Енді біз осы екінші дененің жылдамдығына арналған формуланы жазайықшы балар. V2 тең болады V2 тең болады жүрген жолды кеткен уақытқа бөлеміз. Енді екі снарядтың кеткен уақыты белгілі. Сонда біз бұл бірінші теңдеуден біз S2-ні тауып алсақ болды екен. Енді осы сұлбаны, сол S2-ні табу үшін сұлбаны салып қойдым балар. Мына сұлбаны қарайтын болсақ, бізде жалпы екеуінің ара қашықтығы бар 1 метр. Ол бізден S1, ел және S2-ден тұрады екен. Осы үшеуінің қосындысынан тұрады екен. Сұлбадан өте жақсы көрініп тұр. S тең болады. Сонда бірінші дененің ұшу қашықтығы стволдың ұзындығы қосу және екінші дененің ұшу қашықтығына қосындыларына тең болады екен. Осы жерден S2-ні оп-оңай шығара салуға болады. S2 тең болады S алынған S1 қосу ел. Бұл біздің үшінші теңдеу. S1-іміз жоқ балар. S1 жоқ, бірақ бізде бірінші дененің бастапқы лақтырған жылдамдығы, горизонталь лақтырған дене ғой, бастапқы горизонталь лақтырған дененің жылдамдығы бар. Сол V1 арқылы және уақыты бар. V1 көбейтілген Т арқылы жазып қойымызға болады. 4 теңдеу. Енді 4-ті 3-ке қояйық балар, жазып қояйық балар. 4-ті 3-ке қоямыз. Сонымен S2 тең болады S минус S1-іміз сонымен V1 көбейтілген Т плюс ел болды. Бұл біздің 5-ші теңдеу болсын балар. Сонымен S2-міз балар толығымен табылды. S2. Енді осы 5-ті 1-ге қою ғана қалды балар. Сіздерге түсінікті болу үшін жазып қойын, 5-ті 1-ге қоямыз. Сонымен V2 тең болады S2-міз өлшексіз қояқ балар. S минус жақсан ішінде V1 көбейтілген Т плюс ел бөлінген Т деген осындай бір шағын формула шыға келді. Енді орнына қою ғана қалды. V2 тең болады S-іміз 1 метр балар. Екі снарядтың ара қашықтығы, қашықтығы 1 метр. Бастапқы жылдамдығымыз 2 метр секунд, 2 метр секунд, екеуі 0,2 секундта келіп түскен екен. Ал стволдың ұзындығы 10 сантиметр, яғни 0,1 метр деп халықаралық бірліктер жүйесіне келтіріп жазып қойдық. Сонымен 0,2 секунд бірлігін шығарайық балар. Бұл жерде секунд пен секунд қысқарсын, метр бөлінген секунд бірлігі шықты. Яғни қорытып шығарған 6-шы формуламыз дұрыс деген сөз. Арғарыта 1 алынған 2-ні 0,12, 0,4, оған 0,15, 0,15, 1 алынған 0,15 метр бөлінген секунд бөлінген 0,2. 0,15, 0,12 бөлу керек қой сонда. 2,15 метр бөлінген секунд. Ауызша бөле салдық. Ешқандай калькуляторды қолданғанымыз жоқ. V2 тең болады 2,15 метр секунд болды. Жауабы деп жазып қояйық балар. Жауабы. Сонда бірінші снарядымыз 2 метр секунд жылдамдықпен лақтырылса, екінші снарядымыз 2,15 метр секунд жылдамдықпен лақтырыпты. Горизонталь лақтырған дене қозғалысын қарастырып жатырмыз балар. Осымен сабағымыз аяқталды. Қош сау болыңыздар.